тынышты қос қанаты қырқылды. Күндей күшті күңкіреген ер тынды. Асқар Алтай, алтын ана есте жоқ, батыр хандар асқан жандар ұмтылды. Олардан айырылу халыққа оңай тиген жоқ. Атақты 58-ші баппен ұсталып кеткен жандар түрмеде небір азап пен қорлықты бастан өткерді. Маған олай қарама. Сен халықтың жаусың, соны ұмытпа. Қорлықтың ең үлкені өз ұлтынан шыққан азаматтардың тергеуге алып, туған халқыңа жаусың деп масқаралау еді. Сондай азап пен мазақты бастан өткергендердің бірі ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов болды. 37-ші жылы 4-ші әрі соңғы рет ұсталған Ахмет Байтұрсынұлы түрмеде небір азап пен қорлықты көріп, көкірегін мұң басқан ақын өзінің көптен бергі қадірлес жолдасы, әрі сырлас інісі болып кеткен Файзолла Сатыбалдыұлына хат жолдайды. Бұл Ахмет Байтұрсыновтың соңғы хаты болса керек. Файзолла болса, мұң менен азап жанына батты. Өтпеді дәуір өкініш уы, асап болса өзіңе аяр өмірімізі. Көрдім ғой бейнет туған ел үшін. Жабылған ақақ жалан ойласам, өзегім күйіп өртенеді жүрегім. Желбіріп күн байрағы, мөлдіреп нұрлаймағы балдай. Арайлап атсын таңы, көгінде ақсын қары самғай. Ұлы дала, отаным қазақ елі, ғажап елі. Мәңгілік ел, мекенім қазақ елі. Рухты көк байрағы, айбын делдің бағы, жасай берші мәңгі Қазақстан. Қыран елім алға, халық табыш самға Қазақстан.